екі топқа бөліп отырғыздым. Сіздер ғарыш тобы боласыздар, ал сіздер ғалым тобы боласыздар. Ал ендеше балалар, тақтаға назар аударамыз. Тақтада балалар, менің суретімді қойдым. Ауыз және құлақ. Бұл нені білдіреді деп ойлайсыздар балалар? Біз дыбысты не істейміз балалар? Естиміз және аузымызбен айтамыз, иә балалар? Ендеше бүгінгі біздің танысатын дыбысымыз ол Г. Бүгінгі біздің танысатын дыбысымыз ол балалар Г дыбысы. Балалар, қараймыз, бұл Г дыбысы. Г дыбысы балалар көк түспен белгіленеді, себебі бұл дауыссыз дыбыс. Г дыбысын айтқан кезде балалар тілдің ұшы төменгі жаққа қарай иіліп, тілдің үстіңгі жағы таңдайымызға тиеді. Мысалға балалар айтып көрейікші. Және кедергімен айтылады балалар. Кедергінің салдарынан Г дыбысы тірілмен айтылады. Көрдік па? Әндетіп, созып айтуға келмейді. Сондықтан бұл дауыссыз дыбыс. Әрдайым көк түспен белгілейміз. Г қандай? Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз дыбыс. Қандай түспен белгілейміз? Көк түспен белгілейміз. Ал біз дауыстыны қандай түспен белгілейміз? Қызыл түспен белгілейміз. Жарайсыздар балалар. Г дыбысы бар сөздерге мысалы тоқталатын болсақ, ғарыш, ағаш, қарға, балға және ғалым деген сөздер. Г дыбысының жазылу балалар қараймыз. Г дыбысының жазылу үлгісі қараймыз балалар. Жоғары жақтан алып келеміз де төменге қарай доға келе иіліп түсеміз. Содан кейін Г дыбысының белін сызамыз. Көрдік пе балалар? Және үстіңгі жағынан доға тәріздес алып келіп, иіліп, сызып жүргіземіз. Бұл үлкен Г балалар. Енді кішкентайғыны қараймыз. Кішкентайғыны доға күйінде алып келіп сызамыз да, иіп алып келіп қайтадан доға тәріздес етіп сызып жалғастырамыз. Және ортасын белін сызамыз. Бұл қандай әріп балалар? Бұл Г әрпі. Жарайсыздар балалар. Балалар, қарайықшы. Бізге мына жерде бір сурет тастап кетіпті біреу. Ішінде не бар екен қараймыз ба? Ой балалар, ішінде біреу бізге хат тастап кетіпті. Қанеки бәріміз бірге ашып оқып көрейік, не хат екен, кімнен екен? Балалар, бұл бізге тастап кеткен Дара екен. Дараны білеміз бе балалар? Бізге өтініші бар екен. Оқып берейміз сізге хаттарын. Балалар, бұл мен білімді Дарамын. Мен бұл себетті сіздерге тастап кеттім. Себет ішінде неше түрлі тапсырмалар және сіздерге арналған сыйлығым да бар. Сыйлыққа жетудің жолы. Егер берілген тапсырмаларды дұрыс әрі жылдам орындасаңдар, сыйлыққа ие боласыңдар депті. Ал балалар, білімді Дара бізге өзінің көптеген тапсырмаларын және сол тапсырманы дұрыс орындасақ, бізге сыйлық беретіндігін айтып кетті. Ендеше Дараның тапсырмаларын орындаймыз ба? Жарайды онда балалар. Дараның бірінші тапсырмасын орындаймыз. Балалар, Дараның бірінші тапсырмасы ол бізге жұмбақ қойыпты балалар. Жұмбағын айтайын ба? Ал ендеше мұқият балалар, енді Дараның бірінші тапсырмасына көшейік. Ол бізге жұмбақ берген екен. Мұқият тыңдаймыз балалар. Мен сіздерге жұмбақ қоямын. Көп әріп ішінде, шалғы пішінде, тауып көр түсінде. Шалғы пішіндес. Жаңа ғана түсіндірген. Қандай дыбыс? Дұрыс айтасыздар балалар. Бұл Г дыбысы. Жарайсыздар балалар. Енді біз Дараның екінші тапсырмасына көшейік. Жақсы ма балалар?
Бізге Дараның екінші тапсырмасы ол мына жерде берілген сөздерге дыбыстық талдау жасау екен. Мына жердегі сөздерді білеміз бе? Мысалға, мына менің суреті сағат, балға, және ағаш. Енді осы сөздерге сөздерді буынға бөлейікші кәне. Сағат, екі буын бірге бөлеміз балалар. Келесі екі буын, балға, екі буын, және ағаш, екі буын. Ал келесі сөз ғарышкер деген сөзді қане бірге буынға бөліп көрейікші. Үш буын, иә балалар? Себебі бұнда үш дауысты дыбыс бар. Деген дауысты дыбыстар бар екен. Келесі сызғыш деген сөзді бөлейікші. Сызғыш. Неше буын? Екі буын, иә? Ал жақсы, келесі сөз қалың деген сөз екен. Қалың. Неше буын? Екі буын. Жарайсыздар балалар. Енді Дараның екінші тапсырмасын орындап жіберейік, жақсы ма? Ғалымдар тобына міне мына сөздерді береміз. Қане дыбыстық талдау жасаймыз. Топтық, ұжымдық жұмыс сессия жасаймыз. Ал ғарышкерлер тобына мына сөздерді береміз. Қане дыбыстық талдау жасаймыз. Қағазға тимейміз, дыбыстық талдау жасаймыз. Міне мына жерлерге жасаймыз. Kızıl boya. Kanımız tabii Созып айтуға келе ма? Дұрыс. Дұрыс. Ғалым тобы жарайсыздар. Өте жақсы. Келесі. Мына дұрыс емес балалар. Мына жердегі әріпте қайда? Мына жерге қайда? А дұрыс. Қызыл А дұрыс. Дауысты. Р дұрыс. О дұрыс. Шыға қайда? Ш. Дауысты ма, дауысты ба? Дұрыс қойын аламын. Ал балалар, біз Дараның енді үшінші тапсырмасын орындап жіберейік, солай ма? Үшінші тапсырмасы балалар міне, кім жылдам деген тапсырма берді. Бұл тапсырмада біз жаңа қандай дыбыспен таныстық? Г дыбысымен. Бізге Г дыбысынан аталатын сөздерді мынандай сапалақпен ұру керек екенбіз. Егер қате ұрған жағдайда ол бала ойыннан шығады екен. Бұл ойынның шарты балалар. Мысалға, мен алма десем, алма деген сөзде Г дыбысы бар ма? Жоқ. Демек біз не істемейміз? Ұрмаймыз. Мысалға, мен ғарышкер десем, бар, да? Ғарышкерді ұрамыз. Жақсы ма? Бұл ойынды біз балалар мына жаққа қарай шығып, отырып ойнаймыз. Қане кеттік балалар. Жинақталып отырамыз, жинақталып балалар. Ал балалар енді біздер қазір ойынымызды жалғастыру үшін мен сіздерге мынандай сапалақтардан, осы сапалақтың көмегімен біз кім жылдам ойынын ойнаймыз, жақсы ма? Альфия, ала ғой. Ала ғой. Ал балалар дайынбыз ба? Алма. Ал алманы қателікпен ұрған бірінші мұрдана ойыннан шығамыз. Бірінші мұрдана ұрған. Ал дайын отырамыз балалар. Жоқ қой неге ұрдыңдар? Қай суретте? Көйлек. Қазір ойыннан шығамыз. Көйлек дегенде ғыз жоқ
кішкене шаршап қалған шығармыз. Сергіту сәтін жасап алайық, жақсы ма? Қане, орнымыздан тұрамыз. Бас, иек, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Бас, иек, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Көз, ауыз, мұрын, және құлақ. Бас, иек, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Тезірек жасап көрейік. Бас, иек, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Бас, иек, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Көз, ауыз, мұрын, және құлақ. Бас, иек, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Әнекей тезірек. Бас, иек, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Бас, иек, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Көз, ауыз, мұрын, және құлақ. Бас, иек, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Келіңдер, одан да тезірек. Одан да жыламырақ балалар, жайдалыңыз. Бас, иек, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Бас, иек, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Көз, ауыз, мұрын, және құлақ. Бас, иек, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Тезірек балалар. Бас, иек, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Бас, иек, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Көз, ауыз, мұрын, және құлақ. Бас, иек, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Ой, жарайсыздар балалар. Ал балалар енді бойымызды сергітіп алдық. Енді біздер көз тарту жаттығуын жасап жіберейік, иә? Бүгін біздер қандай дыбыс өттік? Ғ дыбысы. Ғ дыбысына сәйкес келетін көз тарту жаттығуын жасайық. Менімен бірге қайталаңыздар. Ға, ға, ға. Адам да бар балға. Әкем де бар шалғы. Ға, ға, ға. Ұшып келді қарға. Ғ, ғ, ғ. Жемістердің бағы. Жарайсыздар балалар. Ал енді балалар сөздік жұмысын жасап жіберейік, жақсы ма? Ағаш. Айтамыз? Ағаш. Дерево. Сызғыш. Линейка. Балға. Молоток. Ғарышкер. Космонавт. Жарайсыздар балалар. Ал балалар, біздерге енді Дараның келесі бір тапсырмасы ол 8 аяқты салу екен балалар. Бұл 8 аяқ қайда мекендейді балалар? Суда мекендейді, иә? Бұл су мекендеушісі екен. Суда мекендейтін тағы нені білеміз балалар? Дұрыс, балалар. Жақсы кит, тағы. Жыланбалық болады ма балалар? Мен естімеппін. Жұлдызды? Сосын тағы. Тағы не бар? Ат ішіндес. Жұлдызды? Жұлдызды. Аспақа бар. Теңіз аспақасы бар, иә? Не ол тағы? Рабина, не ол? Пингвин. Жарайсыздар балалар. Ендеше балалар, біздер бүгін тақтадағы суретке назар аударайықшы. Бұл 8 аяғы бар. Суретке назар аударайықшы. Бұл ненің суреті? Медуза, 8 аяқтың суреті, иә? Біздің алдымызда балалар мынандай А3 форматта қағаз бар, иә? Осы қағазға біздер қазір осы 8 аяқты салатын боламыз. Ол үшін алдымен менің салған суретіме назар аударамыз. Жақсы ма? Алдымыздағы қағазымызды аламыз. Оған алдымызда
қолымызды батырамыз. Әлі істемейміз, әуелі маған мұқият қарап аламыз. Батырамыз, жақсылап. Содан кейін оны қағаз бетіне қаттырақ басамыз. Көрдік па балалар? Қолымызды мынандай алдымызда тұрған. Осы сегіз аяқ. Көзін саламыз қазір. Көзін. Балалар кішкене кепкенін күтеміз де, ары қарай көзін қандай түстен саламыз? Қара түстен. Қолымызды батырып, қара түстен көзін салып жібереміз. Біздің медузамыз әдемі болды, сегіз аяғымыз. It's what you need, I got it now. You're not the one when it's said and done. It's okay, baby, nothing really lasts forever. For now, let's run towards the sun. Балалар, біздер жаңа ненің мүсінін салдық мынандай? Сегіз аяқтың, қазақша айтайық. Сегіз аяқтың мүсінін жасадық, Ал енді балалар, біздің алдымызда не тұр қарайықшы? Тас тұр, Ал неге деп ойлайсыңдар, ол тасты не үшін қойдың бе? Сегіз аяқ салып саусағымыз шаршаған шығар. Енді осы тастар арқылы біздер бүгінгі өткен дыбысымызды салайық. Қандай дыбыс өттік біздер? Қ дыбысы, Ал қанеке балалар? Тасты аламыз. Алдыңға қоямыз. Ендеше, Мұстафа, бүгінгі өткен дыбысымыз қандай? Жарайсың, Мұстафа. Аңсар, Қ дыбысынан келетін сөз айтшы. Жарайсың. Рамина, Қ дыбысынан келетін сөз айтамыз. Жарайсың, Рамина. Калима, Қ дыбысы дауыссыз ба, дауысты ма? Жарайсың, Калима. Дауысты емес, дауыссыз. Аяру, Қ дыбысы қандай түспен белгіленеді? Жарайсың, Аяру. Данабек. Данабек, Қ дыбысынан келетін сөз айтшы. Ғарышкер. Жарайсың. Ғарышкер. Неше буын? Бөліп берші. Қане, допты жерге қоямыз. Жарайсың. Нұрдана, өте жақсы. Ая, Қ дыбысынан келетін сөз айтамыз. Жарайсың. Ағаш айтылды, басқа туыстық атау. Ортасында Қ дыбысы бар. Кім біледі? Жоқ, туыстық атау. Ол біздің туыстық атау. Жақсы, аға. Каусар, біздер бүгін қандай ойындар ойнадық? Не істедік біздер бүгін? Сурет салдық. Тағы не істедік? Қандай ойындар ойнадық? Каусар, айтамыз, даусыңды шығар. Сурет салдық дейді. Жақсы, Аңсар. Қандай ойындар ойнадық? Тапсырмалар ойнадық. Қандай тапсырмалар ойнадық? Қандай тапсырмалар?
Неше топқа бөліндік? Екі. Екі топқа бөліндік. Қандай топтарға бөліндік? Ғалым және ғарышкер. Екі топтың атауында да біздің бүгінгі өткен дыбысымыз бар ма? Бар. Жарайсыздар балалар. Енді ғалым тобы мен ғарышкер тобының балалары, менің қолымда мынандай бағалау смайликтер бар, соны аламыз. Кім өзін қалай бағалайды? Бүгін өте жақсы қатыстыңыздар бұл қызметіне. Сол себепті балаларым сізге беріп жіберген бүгінгі сыйлығын барлығыңызға табыстаймын. Жарайсыздар балалар.